нужен дейміз ғой, мысалы тұрғын үй шығындары. Сол есебі шығарылып, өзінің бір учеті болады, және де қанша квартира бар, сол квартираның санына, пәтер санына бөлініп есептеледі. Ол әр айда әртүрлі шығады. 5 киловатт, 10 киловатт арасында. Мысалы сіз тұрғын үй кешені болса, жылу комплекстер болса, енді оларда насостар бар, тағысындағы грузовой лифтілер бар, оларда бірақ ол жасалып жатқан нәрсенің барлығы заң аясында. Жаңа атап өткендей, тұрғын үй пайдалану жөніндегі заңына. Иә, міндетті түрде ол заңды. Oldu mu? Ben сұрақ қойып жіберейінші. Мұнайлы ауданы Басқұда ауылына келіп тұрмын, атын Нұрлан, Қарамырза. Сұрақ былай, сіздер тоқты бана көрсетіп жатсыздар ғой? Тоқ келе жатыр. Сіздер тоқтарды өздеріңіз қорғай алмай тұрсыздар да 20 метрлік мана 10 киловатта 20 метрлік мана охраняемый зоны жоқ қазір. Кез келген адам соның астына дүкен салып алған, иә, аптека салып алған, ол радиация бөліп тұр. Өзіңіз білесіз де, неге кетіксіз. Ол халыққа зиян беріп жатыр. Екіншіден біз 15 жылдан бері 170 вольтпен отырық, иә? 220 ақша төлеп отырық. Біз халық тоналудамыз. Түсініп отырсыз ба? Сіз тағы тариф көтереміз дейсіз. Біз 170 вольтқа төлеп отырған ақшаның датчы қайда? Келісім шарт бойынша біздер 220 вольт бересіңдер деп сіздер келіскенсіңдер, иә? Біз соған ақша төлейміз деп тұр. Біз төлеп отырмыз 220. Сіздер төлемесе кесіп тастайсыңдар тоқтан. Неге десеңіз, сіздер енді қолдарында қысқаштарың тоқ сіздердікі. Неге сонда 220 ақшасын алып отырсыздар, егер 170 вольт беріп отырсаңдар? Соны қалай шешеміз? Мен бүгін барып ана халықтың құқығын қорғайтын мекемеге барып хат жазып келдім. Оны адам арыз жазса, сіздер үстіне прокуратуралық тексеріс жүргізуге. Себебі мен ақшаны қайтарып тұрам халыққа. Сонымен жұмыстанам. 170 вольттен 15 жыл бойы отырдық. Кап қазір жүр десем барып көрсетемін. Міне деп үйлерде да. Сондықтан сіздер мына жерге келгенде өзіңіздің электро бағаналарын қай жерде екенін білмейсіз. Біреуінің шарбақтардың ішінде тұр, біреу далада магазиннің үстінде тұр, кез келген жерде. Сіздер күштігім жерге сурет салып алыпсыздар да, соған байланысты 27-тен 32-ке көтеремін деп былай кетіп барасыңдар да өздерің. Bir ағым кетіп бара жатыр. Халықпен былай қарағанда байланыстарың жоқ. Осы жерде қоғамдық кеңес мүшелері бар ма? Қара, бұл жерде келіп отыр, қоғамдық кеңестің мүшелері жоқ, областной қоғамдық кеңес, ауылдық, қалалық дегендер да. Бұл дейтін былай қарасаң, бұл бір спектакль ретінде көрініп тұр маған. Спектакль бар. Қайда? Мен Капказ сол жерге барып келдім. Театр енді ол іс қозғалады бәрі. Бірақ енді мынандай қылып сурет салып, күшті қылып, бүйтіп мына адамдар отырғызып, протокол жазып жіберіп, осымен бітті шаруа дейтіндей болмайды бұлай. Өткенде Маңғыстау жарыққа да халық қарсы болғанда да айтып бүйтіп кіріп кетті. Мынандай болмайды, бүйтіп отырып, әңгіме айтып, сұрақ жауап көшейік, ал енді анау ертең протоколға шығады, айтады сосын. Міне біздер өткіздік па? Өткіздік болды. Тоқ дейтін толық алып отырған жоқ біріншіден. Екіншіден бір қауіпті аймақ көп бұларда. Бұлар соны тексермейді. Мен Мұрекке қаншама хат жаздым. Бұл областойына барып хат жаздым. Біреуіне жауап келген жоқ маған. Тексереміз я комиссия жібереміз айтпайды. Үндемей отырады, осындай кезде айтып қалуым керек. Естісеңдер. Соны қашан бізді құтқарасыздар мана қауіпті аймақтардан? Сұрақ. Қашан құтқарасыз? Айтшы, бір число айтшы. Осы октябрьде құтқарамыз деп айтшы, біз біліп отырайық. Ауылға айтайын. Бізді құтқаратын болды. Ана бағаналарына ие болатын болды. Охраняемый зоналарында ашыңдар. Сосын қасындағы дүкендердің үстіне предписание жазасыңдар ма? Көшіріп жіберіңдер. Біз халық жүрейік, өмір сүрейік ана жерде. Төбемізде төніп тұр анау деген. Ал жауап бер. Қосымша 220 метр киловатт ордан 140-130 киловатт келеді. Енді бізде насос водовоз бар құйдырамыз, насос бар. Сұрады ғой айт. Нет, дополнительно. Это Енді деген сіздің айта бересіз. базарда 20 метр базарда бар ғой. Терезді бір картошка өтеп берсе 200 грамм тем шығады ғой. Бұлар чүйрек бұлар 500 грамм жеп отыр да бұлар. Былай қарасаңыз, грубо айтқанда.